Орта ғасырдағы қарапайым адам қалай теңіз қарақшысына айналды? Аңыз ба, әлде тағдырдың жазуы ма? Бір кездері олар да қарапайым адамдар еді. Бірі балықшы, бірі теңізші, енді бірі тіпті саудагер болған. Бірақ бір күні тағдыр олардың қолына қару ұстатып, теңізде үрей тудыратын сұмдық қарақшыға айналдырды. Қалай дейсіз бе? Қарақшы болудың ең басты себебі ақша, алтын және тағы да ақша. Ескі заманда теңіздерде алтын тиеген кемелер толып жүретін. Саудагерлердің байлығы көздің жауын алатын. Ал кейбір теңізшілер, неге мен осы байлықтан құр қалуым керек деп ойлап, кеме тонауға көшкен. Бірақ кейбіреулері еріксіз қарақшы болған. Жай ғана жұмыс іздеп шыққан теңізшілер кейде қарақшылардың қолына түсіп, таңдау жасауға мәжбүр болған. Қарақшы боласың, не теңіз түбіне кете бересің. Ал ең қызығы, кейбір теңізшілер әділетсіздікке қарсы шығып, кек алу үшін қарақшы болды. Бір капитан әділетсіз билеушілерден, қатаң тәртіптен шаршап, өз командасымен бірге көтеріліс жасап, бүкіл теңізді жаулайтын қарақшыға айналып кеткен. Ол, енді менің заңыма бағынасыңдар деп, өз ережесін орнатқан екен. Кейбір аңыздарда қарақшылардың арасында шын жын-перілер болған дейді. Бір қарақшы капитанның өлмейтіндігі туралы аңыз бар. Оны қанша рет суға батырса да қайтадан кемесіне оралады екен. Ал басқа бір қарақшы тіпті шайтанмен келісім жасап, теңіздерде мәңгілік жүзуге уәде берген. Бірақ ең қызығы, қарақшылардың өз заңдары болған. Мысалы, бір-бірін сатуға болмайды, бөліскен олжа әділ таратылуы керек. Ал егер қарақшы командасына қарсы шықсаң, жазасы ауыр. Ал енді ойланып көріңізші. Егер сіз бұрынғы заманда өмір сүрсеңіз, теңіз қарақшысы болар ма едіңіз? Немесе алтын тиеген кемеде қарапайым теңізші болар ма едіңіз? Бірақ сақ болыңыз, егер қарақшылар сізді көріп қойса, таңдауыңыз мүлдем қалмауы мүмкін.